Енді мынау масқара ғой, қазақ елі, мынау масқара. Енді мынау жан түршіктіретін нәрсе ғой мынау. Балалары әкелерін ұрған деген, ата-аналарын ұрған деген, ол енді білмеймін мен. Қазақ елі, қазақтар, сендерге ата-аналарың сондай тәрбие бере ме? Өскеннен кейін соларды азаптап, ұрып, өлтіруге дейін апаратындай. Мынау не масқара? Анау естіген шығарсыздар, Шардарада, Түркістан облысында не істегенін анау жігіт. Қазір сесін изоляторға жапты дейді. Мен өз атымнан қатаң талап етем, қатаң жазасын берсін деп. Ондай адамдар білмеймін, біздің қоғамда өмір сүрмеу керек деп ойлаймын. Өйткені ол ата-анасына көтерген адам, қол көтерген адам, ол кез келген адамдарға ол совсем мүлдем басқалап қарайды. Басқалап қарағанда ол аямайды ешқашан. Білмеймін, ол не деген масқара, естіп жатқан шығарсыздар. Мынау жаңалықтардан қараңызшы. Өте мынау жүрекке тиетін нәрсе, кешірілмейтін нәрсе.